Grammar News 22 юнит. Бүгінгі тақырып бізде пассив, тағы да пассивтің тағы екі түрін өтеміз. Бүгін біз пассивтің present continuous тағы түрін және present perfect тағы түрін өтеміз. Олардың қолданысы қандай? Біріншісі present continuous. Біз обычный present continuous'ты білеміз. Бастауыш be, эмизар осы жақта және етістік ing. Ол мағынасы біреу бірдеңе істеп жатыр дәл қазір. Нерде object бар, мынаған іс-әрекет істелініп жатыр. Мысалы, somebody is painting the door. Біреу бояп жатыр есікті. Так, бұл актив. Егер бізде present continuous пассив болатын болса, онда бізде object бас жағына кетеді. Object бізде главный рольға шығады. Есік is being painted. Is being painted. То есть, есік краскленіп жатыр деген сөз. Есік боялынып жатыр. Кім бояп жатыр? Не важно. Так, бізде формула былай болады. Object be am is are сосын being be дегенді біз am is are'ды қолданамыз. И етістік үшінші форма немесе еді. Осылай болады. Мынау бізде active present continuous, мынада present continuous'тың passive түрі. Мынада мысалдар бар. My car is at the garage. Менің машинам гаражда. It is wall, то есть машина is being болып жатыр, repaired, ремонтталу. Менің машинам ремонтталып жатыр. Қазір, дәл қазір болып жатыр. Some new houses, жаңа үйлер, are being built, болып жатыр, built, салыну, opposite the park, паркке қарама-қарсы. Жаңа үйлер салынып жатыр, паркке қарама-қарсы. Okay. Енді мынада present simple мен present continuous'ты салыстырып жатыр. The office is being cleaned, тазаланып жатыр дәл қазір, at the moment, дәл қазір осы уақытта. The office is cleaned, тазаланады every day, күнде. Present continuous дәл қазір болып жатқан іс-әрекет, present simple ол қайталанатын іс-әрекет. Okay? Енді мына жерде екеуі де пассив болып тұр. Енді present perfect пассив. Бізде егер present perfect болатын болса, біз оны білеміз актив түрінде. Бізде былай болады. Бастауыш subject, сосын have, has, have немесе has, сосын етістік үшінші форма. Именно object. Somebody has painted the door. Біреу бояп қойды есікті. Бұл актив, обычный түрі. Егер бізде пассив болатын болса, тағы да object бізде главный рольға кетеді, басына шығып кетеді. Сосын have, has, been, етістік үшінші форма немесе еді. The door, есік, жаңағы object, has been painted, боялды, жаңа ғана боялды деген сөз. Okay? Бізде object бас жағына шығып кетеді. Кім бояған не важно, ол боялғаны важно. Жақында ғана біткен іс-әрекет. Мысалы, my key, менің кілтім, has been stolen, ұрланды, жақында. Енді my keys, менің кілттерім, have been stolen, have нерде, have, has. Менің кілттерім ұрланды. Кім ұрлады, не важно. I'm not going to the party. Мен бармаймын вечеринкаға. Мен haven't been invited. Мен шақырылмадым. Мені ешкім шақырмады. Егер сұрау сөйлем болатын болса, have, has алдына шығады. Has this shirt, has object, has this shirt been washed, жуылған. Мына рубашка жуылған ба? Кім жуғаны не важно. Да? Енді present perfect пен past simple'дағы пассивті салыстырайық.
The room isn't dirty anymore. Комната кір емес. Anymore, то есть бұдан кейін қазір ол кір емес. It has been cleaned. Ол тазаланды. Бізде результат алдымызда тұр, и ол қазіргі уақытқа әсер етіп жатыр, поэтому present perfect қолданылады. Бұл бірақ пассив. Оны біреу тазалады. Кім тазалаған, не важно. Комната тазаланды. The room, комната тазаланды кеше. Мына жерде уақыты берілген, сол үшін past simple болады. Мына жерде кім тазалаған тоже не важно. Просто тазаланды. The room was cleaned yesterday. Комната тазаланды кеше. Хорошо? Бұл бізде пассивтағы present continuous және present perfect'тің түрі. Енді тапсырмаларға өтейік. Мына жерде бетеге тапсырмаларды сендерге өстіп көрсетем, түсіндірем. Паузаға қойып, тапсырманы өздеріңіз істеп көріңдер. Өздерің істегеннен кейін менің істегеніме қарап, өздерің қателерін дұрыстасаңдар болады. Мен түсіндіріп отырамын, хорошо? Бірінші тапсырма. Мына жерде what is happening? Мына суреттерде не болып жатыр? Осыларды жазу керек. Бірінші суретте, мысалы, машина ремонтталып жатыр. The car, дәл қазір, is being repaired. Дәл қазір ремонтталып жатыр. Енді ары қарай қазір паузаға қойып, келесі суреттерді неғып көріңдер, подсказка берейін. Екінші сурет a bridge, мост. Нәрде етістік болады build, салу. Үшіншіде windows, терезелер, тазалау, clean. The grass, grass деген шөп бізде кесу. Осы етістіктер қолданып, мына жерге present continuous passive жазып көріңдер. Қазір осы істелініп жатыр деген. Хорошо? Енді жауаптары мынандай болады. A bridge, мына мост салынып жатыр. A bridge is being, етістіктің үшінші формасы built. The windows, терезелер, are, көпше түрі, being cleaned. Clean деген дұрыс етістік, поэтому еді қосамыз. Grass, шөп, is being cut. Cut бізде дұрыс емес етістік, сол үшін үш формасында да cut болады. Келесі тапсырма. Мына жерде look at the picture. Мына суреттерге қараңдар. What is happening or what has happened? Не болып жатыр қазір, немесе не болды. Мына жерде бірдеңе болып жатыр, немесе результат қандай. Біз қолданамыз present continuous-тың пассивін, немесе present perfect-тің пассивін. Хорошо? Так, мына суреттерде қарап шығыңдар. Мына жерде бізде етістіктер берілген, осыдан сөйлем шығару керек. Мынау істелініп жатыр, немесе былай болды. Қазір паузаға қойып, өздерің істеп көрсеңдер болады. Хорошо. Енді мына жерде бірінші суретте. Мынау бірінші сурет. The office, clean, тазалау. Дәл қазір тазаланып жатыр, мына қолды көріп тұрсыңдар ғой, то есть біреу істеп жатыр соны. The office is being cleaned. Дәл қазір тазаланып жатыр. Мына жерде екінші суретте мына рубашкалер үтік басу, iron деген үтік басу. Үтіктелініп жатыр емес, уже результат мына жерде тұр. Үтіктеп қойған біреу, The shirts have been ironed. Результат уже алдымызда. Үшінші сурет. Үшінші суретте біреу бірдеңе істеп жатқан жоқ. Мына терезе уже сынық тұр. Break, сыну. The window has been broken. Біреу жаңа ғана оны сындырды. Төртінші суретте мынау крышаны ремонттап жатыр. Уже бірдеңе істеп жатыр, мына бір адам. Repair деген ремонттау. The roof, крыша, is being repaired. Бесінші, мына жерде машина соғылды, зақым алды, damage деген, урон алу.
Енді мына жерде ол қазір урон алып атқан жоқ, біз алдымызда результат тұр, уже болып қойған іс-әрекет. Сол үшін the car has been damaged. Damage деген дұрыс етістік. 6-ыншы суретте мына жерде көріп тұрмыз, кран мына үйді сындырып жатыр, сынған емес, дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Сол үшін present continuous болады. The houses, үйлер. Knock down деген бүйтіп қирату деген сөз, полностью жоқ қылып жіберу. The houses are being knocked down. Down деген просто предлог бізде. Knock деген етістік, дұрыс етістік, еді қосамыз просто. The trees. На ағаштар кесілген ба, кесіліп жатыр ма? Уже кесіліп қойған. Сол үшін present perfect болады. The trees, ағаштар, have been cut down. Cut down деген ол андай кесіп тастау деген сөз. 8-ші invitation дейді. Invitation деген шақыру, бірдеңеге, бір жерге шақыру. И мына жерде біреу шақырып жатыр емес, оған шақыру келіп қойды. То есть оларды шақырып қойды уже. Олар, they have been invite деген бізде ол қонаққа шақыру да, мына жерде қонаққа шақырып қойды уже. They have been invited to a party. Вечеринкаға. To a party. Хорошо. Келесі. Мынау бізде соңғы тапсырма. Тапсырма мынандай. Complete the sentence. Мына сөйлемдерді толықтыр дейді. Мына жерде бізде соңында етістіктер берілген. Осы етістіктерге қарай, ол қазір болып жатыр ма, немесе болып қойған іс-әрекет па? Соны қарап, мына жерде тапсырманы істеп көріңдер. Паузаға қойып, содан кейін жауаптарын бірге тексереміз. Окей, хорошо. Біріншісі. I can't use my office at the moment. Мен қолдана алмаймын өзім офисімді дәл қазір. It is being painted. Оны краскілеп жатыр. То есть оны краскіленіп жатыр ол. We didn't go to the party. Біз бармадық вечеринкаға. We weren't invited. Біз шақырылмадық. The washing machine, стиральная машина, стиралка, was broken, сынды. But it's okay now. Ол қазір нормальный. Қазір нормальный болса, значит, ол repair, ремонтталып қойған. Біреу ремонттап атқан жоқ қазір он. Уже результат бар. It has been repaired. Келесі. The washing machine, стиралка, repair, ремонттау, кеше, afternoon. Мына жерде уақыт берілген, поэтому past simple болады. Past simple'дың пассиві. The washing machine was repaired yesterday. A factory is a place. Завод ол бір жер. Сол жақта заттар make істелінеді. Бұл жерде дәл қазір болып жатқан іс-әрекет емес, жалпы болатын іс-әрекет, жалпы факт. Сол үшін present simple болады. Present simple'дың пассиві. Where things are made. Істелінеді. Заттар шығарылатын жер. How old are these houses? Мына үйлер қаншада? When, осы уақыт, қашан, they built, олар салынды. When деген уақыт бар, значит, бұл бізде past simple болады. When were they built? Келесі. 7-ші. The computer, use, қолдану at the moment, дәл қазір. Yes, Steve is using it. Yeah, Steve оны қолданып жатыр. Компьютер дәл қазір қолдану. Қолданылып жатыр ма? Is the computer
being used at the moment. Дәл қазір ол қолданылып жатыр ма? 8-ші, I've never seen the flowers before. Мен ешқашан көрмедім мына гүлдерді бұрын. What? Не? They, олар аталу. Олар не деп аталынады? Не деп аталынады? Жалпы факт, поэтому present simple болады. What are they called? Келесі, my sunglasses, менің очкиім, кәдімгі очки, андай күн көзілдіргі. Still ұрлау, at the beach yesterday. Пляжда кеше. Кеше деген уақыт бар, значит past simple болады. Ұрланды. My glasses were stolen. Stolen деген, steal деген өткен шағы. 3-ші формасы. The bridge is closed at the moment. Most дәл қазір жабық. It damage, ол зақым алу да сыну. Өткен апта уақыт бар, значит past simple болады. It was damaged last week. And және it not repair yet. Әлі. Yet болса бізде present perfect болады. Значит, it has not been repaired. It hasn't been repaired. Ол әлі ремонтталмады. Әлі. Да? Хорошо, бүгінге осы. Келесі уақытта көріскенше.